Болашақ дәрігерлер боз кілемде күш сынасты. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінде қазақ күресінен жарыс өтті. Шара қаламыздың 155 жылдығына арналған. Спорт сайысына арнамыздың түсірілім тобы көріп келді. Жарысқа барлығы 50 спортшы қатысты. Шарт бойынша қатысушының салмағы 65 келіден асуы тиіс. Және денсаулығында ақау жоқтығы туралы дәрігер анықтамасы қажет. Жарыс олимпиадалық жүйеде өтті. Сайысты Қазақ күресі федерациясының кәсіби төрешілері бағалады. Медицина бағытындағы оқу орны болса да, мұнда спортта жетістігі көп, жастар жетерлік. Мен Атырау қаласынан боламын. Жасым 17-те. Күреспен айналысқалы, өзім дзюдо күресімен айналысқалы 5 жылдай қатыстым. Бұрынғы қазір де қатысып келе жатырмын. Және өзім осы Оспанов университетінің стоматолог мамандығында оқимын. Бірінші курспен. Университетте Сұңқар спорт клубы жұмыс істейді. Онда оқу орнының барлық факультетінен мүше бар. Спорттық сайыстар жиі ұйымдастырылып тұрады. Алға қойған мақсат аз емес. Алдағы уақытта жоспарымызда ректор кубогы болады. Одан кейін батыс осы медицина университеттері арасында жалпы республикалық шағын футболдан жарыс өтеді. Бізде жыл басынан бері жоспар бойынша спорттық шара біздің университетімізде үнемі болып тұрады. Жарыстың үздік үштігіне енген спортшылар арнайы әзірленген жеңімпаз белдігін тағынды. Сонымен қатар оларға 50 мың, 30 мың, 20 мың теңге көлемінде қаржылай марапат берілді. Нұрбол Жауынбаев, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.